екпін. Екпін сөздің айтылған кездегі белгілі бір буынның ерекше көтеріңкі дауыспен айтылуы. Қазақ тілінде екпін тұрақты, көбінесе сөздің соңғы буынына түседі. Сөзге қосымша жалғанғанда екпін қосымшаға, яғни соңғы буынға ауысып отырады. Мысалы, еңбек сөзіндегі екпін бек деген сөзге түсіп тұр. Еңбекші, ші деген сөзге қосымшаға түсіп тұр. Еңбекшілер, лер деген көптік жалғауға түсіп тұр. Еңбекшілер ді деген қосымшаға түсіп тұр. Екпін түспейтін сөздер мен қосымшалар. Көмекші сөздерге екпін түспейді. Мысалы, ғой, шейін, соң, арқылы, туралы. Жіктік жалғауына екпін түспейді. Оқушымын, барамыз. Болымсыз етістіктің жұрнағына ма, ме, па, пе, ба, бе екпін түспейді. Айтпа, барма, келме. Яғни бұл сөздер екпін түспеуінің себебі ол жерде буынның ерекше көтеріңкі дауыспен айтылуы байқалмайды. Сондықтан осы сөздерге қосымшаларға екпін түспейді. Буын дауысты дыбыстардың көтеріңкі айтылуы арқылы жасалынады.